Сәлем достар, өте дәмді салат дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен қайнатылған тауық еті, қияр, жүгері және де қайнатылған картошка және жұмыртқа керек болады. Барлығын осылай етіп турап аласыздар. Картошкамыз ыдысымызға салып, оның үстінен майонезімізді жағып шығатын боламыз. Міне достар, майонезімізді жағып алдық. Енді үстінен қиярымызды жайып аламыз да, тағы да майонезді жағып шыға бересіздер. Осылай қатарынан істеп шығасыздар. Міне достар, соңында теркадан өткізілген сырымызды қойып шығамыз. Мінекей достар, салатымыз дайын болды. Жаймен кальсосын аламыз. Міне достар, салатымыз осылай шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнаса, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ас болсын.